Assalamualaikum, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін көргендеріңіздей эфирге шықтық. 22 маусымнан бастап жазғы эфир басталатын болады. Келесі понедельниктен бастап, Құдай қаласа, жіберіп алмаңыздар. Сол жерде мен жаңа қатысушы болып отыратын боламын, және Ақбота да сол жерде қатысушы болады. Тағы кімдер бар, қандай қызықтар күтіп тұр, барлығын келесі понедельник, Құдай қаласа, 22 маусым күні 14:00-де Евразия арнасынан көре аласыздар. Жіберіп алмаңыздар. Келдім, қараңыздаршы, ойпырмай. Қайтып кеп қалдық. Жазғы эфир бірінші күн, эфирдің бірінші күні. Халық сұраса қан түйесін сояды дейді, ағайындар келіңдер дедіңіздер. Келдік. Тосынзый, ағаң оралды, короче. Бәгең бар. Кән ескі болғанда да құсқа адамдар жүр мына жерде. Тек ескі қатысушылардан жиналған жақта. Чамбалжан, айналайын. Краш Расулды, краш айс түсіріп жатыр, мысалы қараңдар ше, ойпырма. Сұмдық болватыр, короче. Мына жерде кім керек? Мына жерде еңлік бар. Бәрімі өзіміздің бұрынғы адамдар мына жерде. Мисс Ақерке жүр мына жерде. В общем, мына кісі неғып жүре. Нормальный ескі адам. Шақырамыз деп еді ғой, мына кісі неғып жүр деп қоясың, короче. В общем, бүгін жазғы эфирдің бірінші күні бітті. Идеальный өтті деп ойлаймын. Так, ағайын, ертең айтпақшы, жазғы маусым, ерекше маусым дейма, чота можа, не қыламыз өз? Бір сәл сағынған жандар бар ма? Болса қазір бір жаза кетсеңіздерші, мен де бір сағындым ше. Сол бір вайпты. Енді өмірде көрдік, болмады дегендей. Қалай істейміз жазғы маусымға барамыз ба? Мен сәл сөйлеуді ұмытып қалған ба, бірдеңе ағайын жүр, ренжімеңдерші. Деп сөйледім, өз-өзіме ұнамай кетті қойсыздар деген. Сөзім бірдеңе озып, бүйтіп шаш ұстайтын болып кеттім ше. Ондай да бір әдетім. Тастайыншы отшы. Чё там, как дела? Ғой, короче. Қызық болып жатыр ма? Ё-майо, хейтерларым өте көп екен ағайын. Не болды екен? Хейтерларым өте көп екен, өтір қолдайтын. Кішігірім жандар бар екен. Қалай бірінші эфирден әсерлеріңіз қалай? Короче, ағайын, біраз инстан жүргізбедім ғой, білесіздер, бір ай ма, бір жарым ай жүргізбедім. Әлі күнге дейін бір пост жоқ, рилс ештеңе жоқ, короче. Бірінші рилс мен кішігірім біраз не болған өзгерістер жайлы айта кеткім келіп отыр. Оның бәрін бірақ рилста айтып, сол жерде пападырем түсіндіріп, қандай план алды да соның бәрін рилспен жеткізгім келіп тұр. Сондықтан бұйырып жатса, ертең салып жіберем, қолдай келіңіздер. Бүгін бізде алғашқы эфир. Вот, қасымда Альбина бар. Құрдастарымды көріп мәз болып жатырмын. Осы жолы құрдастарым көбірек екен деп. Я, мен отырған жылдары көбі либо қатты үлкен, либо, в общем, короче, 96 деген вообще көрмейтін. Так что қазір күшті болды. Қобалжып отыр. Таблогымда проблема болып отыр дейді. Хотя примерно бірдей, анау арты үлкен деп. Осындай негізі сахна сырты деп айтайын ба, закулисье. Мына жерде чемпион чай. Мысалға 1000-1700 теңге тұра ма, сондай ба? Қаншама ақшамында мысалға деп. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Айтпаймын десе айтқыза бересіздер ғой, осы нәрсем бар ғой. Кәші өзіме айтасыздар, өзің не үшін айтып жатсың деп. Сол бұрынғы Мадина. Қозғай береді Мадина. Кеше өлең салған. Обязательно сол Мадина қозғайды. Достар, неге любой нәрсеге, сағы нәрсеге Мадинаны тықпала бересіздер? Болды ғой, бітті ол нәрсе. Все. 5 ай болды. Бітті ол қыздың өз өмірі, мен өз өмірім басталды. Все. Өтініш жазар меңіздерші. Басқа жазатын нәрсе бар ғой. Басқа әңгіме бар, басқа өмір бар. Ол просто уже надоедает. Айтпайын десем де айтқызасыздар. Осылай айтып салсам, тағы да өзің айта бересің ғой деп шығасыздар. Бастайтын сіздер өздеріңіз. Өтініш болды. Бұл тема жалысыншы, Biz kece efirden ақырғы күні болған болчу, эфир бүтөп, бүгін біз түшкө чейин уктап, Диханда үйүнө түшкө чейин уктап, бүгүн биздин жолугушууга кечигип келди. Экөөбүздүн көзү шишип турат, мен да уктап калыптырмын. Ошончо экөөбүз келдиштик. Ассалаумағалейкум, башыңызды кеш жарық. Біз эфир бітіп, өзіміздің жұмыстарға кірістік. Бұйыртса жақсы жаңалықтарымыз көп. Айтарлықтай жаңалықтарымыз бар. Бізбен бірге 12-ден кейін мамамыздың туған күні, соған үшін дайындалып жүрміз. Мына жақта келіншегім, сәлемдеп қойыңдар. Тортын алып, мына жақта папамыз
Осындай жерде алған жайымыз бар. Димаш бар, Жансая бар ғой. Мамамыз қазір сыртта тұр, қазір 12-де кіргізетін боламыз. Дайынсыздар ғой? 12-ден кейін мамамыздың туған күні. Как всегда. Осылай күлмен. Артына мән бермеңіздер. Қазір ресторандамыз. Қазір құттықтап күтіп алады. Туған күнің келген. Ей, бәрекелді. Ей, базар. Мен күйеуімді постоянно осындай гүл ұстап Күйеуің. Әжеміз бар, өзіміз чисто в общем. Семейный болып. Мына қыздарды қараш. Астананың жарқыраған күнінде қыдыруға шықтық. Өйткені бізде бір-ақ күн. Саламатсыз ба? Бір күнде максимум қыдырып үлгеру керекпіз. Қыздар, дайынсыңдар ма? Қыздар, мен қазір Хан Шатырға келдік. Мен 4 жыл бұрын келген, сәл өзгертті. Үйлер көбейіпті. Күн ысып кеткен, Астанада. Бұрын бұндай уақыттардың өзінде де салқындау болатын. Атак, жақсы. Мен телефонымды жоғалтып ала беремін ше. Таксида дамып баратым жаңа. Сол үшін өз телефонды жоғалтпас үшін машина алу керек. Машинада тұрады.